Assalomu alaykum, sendermen barsiz. Bugungi videoda biz qalay kopya Blackrush ашуды үйрететін боламыз. Ең алдымен арна тіркеліп, лайк басып кетейік. Егер біздің Telegram студиямызды таппасаңыздар, Telegram поисққа Arlan Studio деп ағылшынша іздейміз. Немесе осы видеоның описаниясында ссылка болады. Біз іздеп болғаннан кейін студияға кіреміз және поисққа 04-11-2024 деп іздейтін боламыз. Salsa tüpedim, bırak gelmedim. Köp sözler aytılmadı, köp sözler aytılmadı. Бұл жерде бізде mod Blackrush debug apk деген болады. Біз бірінші mod Blackrush басамыз және файлы менеджерге тастап, үстегі ящикті басып загрузкаға тастайтын боламыз. Және загрузканы күтеміз. Aytılmagan sözlerdi aytатын bir anın. Және біз өзіміздің модымызды загрузкаға тастаған соң Telegram студиямызға кіріп, apk debugты установить ететін боламыз. Бұл жерде подробно все равно установить басамыз. Установить етілді және біз өзіміздің хостингке кіріп, FTP-ны басатын боламыз. Бұл жерде біз имя, адрес және имя пользователь және парольді копировать ететін боламыз. Және өзіміздің файловый менеджерге кіреміз. Кіргенде удален служба және добавить удаленное место. Осы жерге біз хостингте копировать еткен IP порт пен парольді қоятын боламыз. Дәл мен қойғандай қоямыз. Ішіне кіргенде осы жерде сары папкалердің бәрін өшіретін боламыз. Удалитель болам дейінше біз скрипт кнопкасын басып загрузкаға кіріп, мод календарға кіреміз. Және сервер KF-ға кіріп, осы жерде Kmod 0 және плагинсті копировать ететін боламыз. Ет болған соң біз өзіміздің Dragon хостингке кіреміз. Осы жерде біз config және біз копировать еткен Kmod 0 мен плагинсті ауыстыратын боламыз. Біз Kmodға Merixon 1 дегенде қоямыз. Қойып болғаннан кейін төбедегі сохранить кнопкасын басамыз. Сохранить еткен соң біз MySQL-ге кіреміз де YT кнопкасын басамыз. Осы жерде біз оң жаққа жүріп импорт кнопкасын басамыз. Және vibrate файл кнопкасын басып инструмент деген кнопканы басамыз. Және осы жерде біз загрузкаға өтеміз. Және мод календар, осы жерде Arlan Studio SQL-ді басатын боламыз. Және вперед кнопкасын басамыз. Егер сізде осымен шықса, бәрі сізде сәтті өтті деген сөз. Және біз артқа қайтып, имя пользователь және пароль база даннықты көшіретін боламыз. Және біз осы жерге модымызға кіреміз, script files және Arlan ini немесе Merixon settings ini деп тұрады. Осы жерде біз өзіміздің username мен паспортты қоятын боламыз. База данныктан көшірген. Ал pass деген name server және donate дегендер ол біздің ойынымыздың аты мен және бонусы болатын болады. Төбедегі сохранить кнопкасын басқаннан кейін пастегі сервер ini-ға да кіріп тура солай бонусты жазатын боламыз. Сен асқартаусың білекте деген сөзді айтқым келген тойдағы соңғы тілекте. Көз қарасыңнан айналдым әке айтылған ақылда. Сохранить етіп шығып осы жердегі барлық database сары папкалерді копировать етеміз де, және өзіміздің удаленный службаға кіріп, серверімізге кіріп, ставить ететін боламыз. Және загрузканы күтетін боламыз. Сіздер загрузка біткенше күтесіздер, ал мен бұл жерді қырқып алып тастайтын боламын.
Загрузка біткеннен кейін біз серверімізді бір перезагрузка жасап, осы жердегі APK-ға кіреміз де настройка кіріп, сервердің IP портын жазатын боламыз. APK Telegram каналдағы debug APK болады. IP порт жазғаннан кейін пәстегі, яғни мен басатқан жақта бірнеше рет бас жібереміз. Яғни төбедегі X кнопкасын басып, играть кнопкасын басамыз. Міне бізде дәл Black сияқты загрузка болып ойынға кіруде. Осы жерде бірінші серверді таңдап, играть кнопкасын басамыз. Яғни осы жерде біз солай загрузка болып, бізде экранға жазулар шығады, оған мән бермейміз. Егер ойынға кірмей жатқан жағдайда бағанағыдай ойындан шығып, қайтадан настройка кіріп, IP портын жазып, X-ті басып ойынға кіріп көреміз. Ол кезде кіру керек. Ал біздің ойынға кірді, осы жерге өзіміздің пароль жазамыз. Міне біздің ойынымызға кірді. Сіздерге ұнаған болса арнамызға тіркеліп лайк басып кетіңіздер. Бізде осы лаунчерде календар және кейс болады. Ұнаған болса арнамызға тіркеліп лайк басып кетейік. Ал студиямыз біздің осы видеоның описаниясында болады. Сендермен болған бар. Всем давайте, удачи.